Кайырлы күн достар, сіздермен бірге Аршат. Бүгін сіздермен гойру лагман дайындайтын боламыз. Уйғур халқының тағамы, мейрамханаларда дайындайтын гойру лагман. Ең алдымен етімізді жұқалап осылай турап аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай үстіне бір жұмыртқаны құямыз, тұз себеміз және бұрыш себеміз, қара бұрыш. Содан кейін 2 ас қасық крахмал, картоп крахмалын құямыз. Және соя соусын құямыз, 4 ас қасық. Жақсылап бұлғастырып қоямыз. Және бұл етіміз біз маринадталып 1 сағаттай тұруы қажет. Содан кейін табамызға майымызды құйып, 1 сағаттан кейін етімізді жақсылап қуырамыз. Бетін жауып, жақсылап қуырып аламыз. Яғни суы шығып, еттің майы қалу керек. Содан кейін бір пиязымызды салып, араластырып 2-3 минут қуырамыз. Содан кейін 3-4 сарымсағымызды саламыз. Сарымсақтан кейін 2 дана қызанағымызды турап саламыз. Үстіне аздап тұз себеміз. Сосын 2 қасық томат пастасын салып араластырамыз. Және де 1 шай қасық тәтті паприкамызды салып араластырамыз. Және қара бұрыш салуларыңызға болады. Яғни бұл дәмдеуіштер лагманның дәмін келтіреді. Дәмдеуіштерімізді қосып болғаннан кейін 2-3 минут қуырып аламыз. Содан кейін тәтті болгар бұрышымен 40 қабатымызды саламыз. Бұл жерде пекин 40 қабатын да қосуларыңызға болады. Содан кейін араластырып болғаннан кейін үстіне су құйып, аздап бір 8-10 минутқа бетін жауып, тамағымызды бұқтырып аламыз. Мінекей 10 минутымыз өтті. Гойру лагманымыз дайын болды. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көп рахмет. Каналға лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер, қолдап. Егер де лагманды қалай созу керек болатын болса, менің каналымда видеосы бар, қарауларыңызға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Кешкі асқа таптырмайтын тағам жасап көріңіздер.